Құрметті бауырлар, шын айтылғанда, намаз оқитын адамға насыбай да, сигарет те жараспайды. Қалай қылсаңыз да. Арамызда бар ма ондайлар? Жақсылап тұрып айтқанда, оны қорабында жақсылап суретін көп болған ғой, қарасың ба соны? Шыны керек, мені тастаймын, аны тастаймын. 10 жыл өтіп кетті да. Сен қазір тастамасаң, тағы 10 жыл жүресің бұл. Қазір тағы 10 жыл тастамадың ба, қартайған шағында да жүресің бұл. Маша. Мына жерде жаман көпшілікті сындырайын деп жатсың ғой сен. Хош, бұл темекі насыбай деген нәрсе, бұл макрух. Макрух болғанда да макрух танзихи, ауыр макрух. Олай айтқанда харамға жақын деген. Енді сигарет бірінші дәретті бұзбайды. Ол енді дуаны қабыл қылу, қылмау, ол Алланың жұмысы. Ол біздің жұмысымыз емес.